2011 жылы колледжді бітірген кезде Таразда Назарбаев университетіне түспей қалғаным бар, білесіздер. Кейбіреулеріңіз білетін шығарсыздар. Түспей қалғаннан кейін мен Евразия ұлттық университетіне транспортная техника и технологии деген топқа мамандыққа түскен болатын. 1 жыл сонда оқыдым. Керемет жігіттермен, қыздармен оқыдым. Қайда кіммен кездесетінін білмейсің дейді ғой. Сол транспорт саласында оқығаннан кейін сол жақта дос болған жігіттер кейіннен тағы да араласып жүрдік. Соның бірі Нұрғали деген бауырым. Мерседесте жұмыс істейді. Сауатты, өте сауатты, нағыз кәсіби маман жігіт. Соған келдім қазір. Мынау подушка безопасности жанып қалған, соны жөндетуге. Нұреке, мен келіп едім. Парковка дейсің ба? Аха. Парковки машина припаркуй и главный ход-то кривершишке. Все, хорошо. Жалпы Стив Джобс марқұм айтқандай, өміріңде болашақта не күтіп тұрғанын негізі білмейсің. Сол үшін әрбір болып жатқан нәрседе, өзіңде, өмірінде болып жатқан нәрсені өте жақсы дұрыс қабылдап, болашақта осы менің бір кәдеме жарайдау дегендей. Тек қана ондай емес, жалпы ең бірінші ләззат аласың әр нәрседен, бірақ ертеңгі күнде ол маған жарап қалуы мүмкін деген оймен. Айтайын дегенім, мысалға біз Евразиялық ұлттық университетте оқыған кезде 1 жыл оқыдым. Соның өзінде өте керемет достар таптым сол жерде. Сол достар қазір бәріміз бір-біріміз көрсек, жалбырап, әңгімелесіп, бір-бірін жағдайлар сұрасып жатамыз. Сондықтан да дәл қазір қастарыңызда бар адамдарды бағалаған дұрыс деп ойлаймын. Жалпы, ешкіммен ұрыспаған дұрыс қой. Мен мамам әрдайым айтады, Дәурен, ешкіммен ұрыспа. Тек жақсы сөз айт деп. Ерегіспе ешкіммен деп. Ол ешқандай ештеңкеге апармайды, былай айтқан кезде. Ешқандай жақсылыққа апармайды. Бүгін Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі жастар саясат басқармасы жиналысқа шақырған. Енді біз университетте белсенді болып жүргеннен кейін сол жақта жұмыс істейтін жігіттермен біраз таныс болып қалғанбыз. Дос болып қалғанбыз. Сонда Ақылан деген бауырым шақырды. Қай жерге келдім мен өзі, Міне оң жағалаудамыз. Мұнда бізде Астана университет. Ал біз Нұр-Сұлтан қаласы Сарыарқа ауданы әкімшілігіне келдік. Жалпы бірінші рет келіп тұрмын бұл жерге. Жаздың күні бұл жерде негізі әдемі көк болады айналалары. Сонымен сол тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арналған жиналысқа қандай ұсыныстар бар деп шақырды. Көрейік, не болатын. A few moments later. Міне, неден шықтық? Акиматтың аппаратынан. Ақылан бауырыма рахмет шақырғанына. Жалпы тақырып сол. Тәуелсіздіктің 30 жылдығында 30-ға келген жастар қандай ойда қазір, қандай жағдайда, не істей алады, қалай соны біз елге қызмет ете аламыз деген сұрақтар талқыладық қой енді. Жалпы мен қандай ұсыныс айттым? Мен айтам, жанұялық құндылықтарды сөзге тиек етейік. Қаншама адамдар жанұя құрып алып ажырасып кетіп жатады. Сол жердегі жігіттер айтады, статистика жүгінетін болсақ, үйленген жұптардың Астанада 47% ажырасып кетеді екен. Өте қиын жағдай. Сосын қаржылық сауаттылықты дамытайық. Қаншамамыз жөндеп ақша жинақтай алмаймыз. Ақшаның қалай жұмыс істейтінін білмейміз. Сондай мәселелерді қозғайық деген ой мен салдым.
қара полоса дейміз ба, не дейміз, сәтсіздіктің артынан сәтсіздік болып кетті ғой. Кезекті машинамыз аварияға түсті. Соққы болғаннан ішіндегі қауіпсіздік жастықтары шығып кеткен. Мына жағында басылар. Не деп айтамыз енді? Бизнес деген осындай қиын. Бірде табыс болса, бірде шығын болады. Кеше өте қатты көңіл күйіміз түсті осы бір авария болғаннан кейін. Бұл енді влог болғаннан кейін сіздерге барлығын көрсетейік деген мақсатпен көрсетіп жатырмыз. Бірақ енді өмір жалғасады. Әрине бұл темір болғаннан кейін жөндейміз. Ары қарай өмір жалғасады. Бүгін бізде тағы да колледжіміз білесіздер ғой. Колледж біздің қасиетті. Соған жаңа директор келген, сол кісімен танысу бүгін бұйырып тұр. Құдай қаласа. Кешке сол кісімен танысамыз, сіздермен бірге барамыз. A few moments later. Так, бізде кешкі сағат 18:00-ға жақындап жатыр. Жігіттер қазір ар жақтан Тараздан келген қонақты алып келеді. Ал мен болсам мына жақтан Мирасикті алып барамын, құдай қаласа. Алиш, дұрыстап жұмыс істе. Естің бе, Алиш, мені камераға жазылды. Саған наставление. Жақсы. Бәкең жақсы. Мен наоборот, бәкең жібермей үшін кәсешін көп жұмыстан шығып кетпейін. Жақсы. Жақсы кісілер екен. Да? Иә, маған ұнады. Ұнады ма? Ойланып қалғансың екен деп. Пока сіздер бастап әдемі өздеріңізде келіп алсаңыздар, мынада ше. Аха. Осы жаңа құрған пландарыңыз бар ғой? Аха. Келіп алғаннан кейін құдай қаласа өзім колледжін бастаймын. Сіздер не алып, бағыт-бағдар алып. Біз саған көмектесеміз. Иә. Ойланып қалдым мен. Көмектескен тек идеямен емес, кәдімгі бізде мен өзім кірсем сенің колледжіңе тоже. 360 градусқа өзгертіп қойдым. Сонымен қазір түнгі 10 болды. Барлық жұмыстарды бітіріп қайтып бара жатырмыз. Так, ертеңге мен уже контент ойлап таптым. Ертең Алпамыстың ауылда жүрген кездегі ауылға барғым келеді деген мотивациялық хат, Астанаға барғым келеді деген мотивациялық хат жазған болады маған. Мен бір тапсырмалардың бірі едім. Соны сіздерге оқып береміз. Өзі таңғалып отыр. Өзі таңғалып отыр. Сол туралы соны оқып береміз, сол туралы оқиғалар туралы айтып береміз. Жалпы бүгін осындай колледждің біздің Жамекон директормен кездестік. Құдай қаласа күшті инициативаларды іске асыруды келістік. Жас жалын, жас энергия келген екен колледжге. Біз де түлектер ретінде бүкіл күшімізді қосамыз деп отырмыз. Ал сіздерге сау сәлеметті болыңыздар дейміз. Ертеңгі влогта тағы қоштасқанша. Красавчиктарсыңыздар. Конвичтар. Жақсы.